Енді жалпы командалық есепте дүние жүзінде әлем кубогында бірінші орынға ие болу ол үлкен жеңіс деп есептеймін. Әрине ол тек қана спортшылардың жеңісі емес, ол біздің бапкерлеріміздің, жалпы командаларымыздың, әрбір баланың адал еңбегі, қажымас қайраты. Сонда жүрек қағысы қандай екен? Құдірет. Пандораға оралыңыз. Сонымен қатар ішкі туризмде дамып жатыр. Атырау облысына туристердің саны 3,5 есе артты. Алматы қаласына келіп жатқан туристердің саны 1,2 миллион болды. Шаңғы туризміне келген туристердің саны 1,5 миллион болды. Алдағы уақытта да жаңа шетелдерге жаңа рейстердің ашылу бойынша жұмыстар жалғасуда. Сәйкесінше жаңа рейстер ашылуына байланысты туристердің саны өседі деп күтілуде.